Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгінгі видеода сіздермен қытырлақ болып шығатын тұздалған қиярдың рецептісімен бөлісетін боламын. Көп жандарда бір жасағаннан шықпай жатады. Дәл осы рецепті қолданып жасасаңыздар, басқа рецепті қажет етпейсіздер деген ойдамын. Керекті заттардың барлығын жуып, тазартып дайындап алдым. Бізге ең қажет болатын зат әрине ол қияр. Қияр алған кезде ең басты ескеретін нәрсе, мейлінше кішірек түрін алғандарыңыз дұрыс. Үлкен қиярлар негізінен орташа қиярларға қарағанда қатты қытырлақ болмайды. Дәл осындай түрін алсаңыздар, бір жағынан банкаға да сыйымды болады. Жақсылап жуып, тазартып, салқын суда 5-6 сағатқа қалдырамыз. Бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Мұнда хрен жапырақтары және де кішкене кептірілген укроп, немесе осындай балғын түрінде пайдалансаңыздар болады. Сарымсақ және де екі түрлі осындай болгар бұрышы. Дәмдеуіштерге келетін болсақ, тұз, қант әрине, және де осындай түйіршік қара бұрыш және лавр жапырағы. Ал ендеше бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Банкаларды міндетті түрде қайнап тұрған суда залалсыздандырып алыңыздар. Қақпақтарды да бір қайнатып алуды ұмытпаңыздар. Мен екі түрлі аскөктен пайдаланамын. Екі банкаға кептірілген аскөктен, ал екі банкаға балғын аскөктен қосып жатырмын. Аскөктің қандай түрін пайдалансаңыздар да ол өз еріктеріңізде. Келесі бізде хрен жапырақтары. Хрен жапырақтары қиярлардың қаттырақ қытырлақ болуын қамтамасыз етеді және ерекше дәм береді. Хрен жапырақтарын мүлде таппай жатсаңыздар, қоспай-ақ жасай берсеңіздер де болады. Келесі бізде лавр жапырағы. Көлеміне қарай бір немесе екі данадан саласыздар. Түйіршік қара бұрыштан дәл видеодағыдай бір 10 шақты санап салсаңыздар жеткілікті. Сарымсақты да көлеміне қарай 4-5 немесе 5-6 данадан салсаңыздар болады. Жалпы тұздалған сарымсақ маған өте қатты ұнайды, сондықтан кішкене көбірек салып жатырмын. Болгар бұрыштарын саламыз. Менде жасыл және де кішкене қызғыштау түрі. Әр банкаға 3 тілімнен салып шықтым. Енді қиярларымызды банкамызға орналастырып шығамыз. Кішкене ірілеулерін астыңғы жағына жіберіп, кішкене бөліктерін үстіңгі жағына қойып, жақсылап банкамызға орналастырып аламыз. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай барынша нығыздап қиярларымызды салып шығамыз. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып шығамыз. Бетін осындай сүлгімен жауып, 15-20 минут шамасында қалдырамыз. 20 минуттан кейін суын төгіп тастаймыз. Бұл судың бізге қажеті жоқ. Екінші қайтара үстінен ыстық қайнап тұрған судан тағы да толтырып құямыз. Бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін екінші қайтара суларын төгіп шығамыз. Дәл осы қиярдан шыққан суды қайта қайнатып, үшінші рет құйсаңыздар болады. Немесе жаңадан қайнап тұрған суды құйсаңыздар да болады. Әрине ол өз еріктеріңізде. Мен жаңадан қайнап тұрған суды құйғалы тұрмын. Себебі бұл суды қайта ыдысқа құйып, оның қайнауын күткенше қайнап тұрған суды құя салған маған уақыт жағынан тиімдірек болып тұр. Қиярларымыздың үстіне тұзын, қантын саламыз. Менде 2 литрлік банка болғандықтан әр банкаға 2 ас қасықтан толтырып тұз салып шығамын. Яғни 1 литрлік банкаға 1 ас қасық тұздан кетеді. 3 литрлік банкаға жабатын болсаңыздар, 3 ас қасықты толтырып саласыздар. Келесі бізде қант. Қанттан 1 ас қасықтан салып шығамын. Яғни 1 литрлік банкаға жарты ас қасық қант кетеді. 3 литрлік банкаға жапсаңыздар, 1,5 ас қасық қант саласыздар. Және де мен осындай 9% уксустан 1 шай қасықтан құйып шығамын. Бірақ бұл міндетті емес. Уксусты мүлде қоспай қойсаңыздар да болады.
Ал 72% уксус қосамын дейтін болсаңыздар, 1 шай қасықты толтырмай, тіпті жарты етіп қосқандарыңыз дұрыс. Және соңынан 2 тал аспириннен салып шығамын. Әр литрге 1 аспириннен менде салғаным видеоға түспей қалыпты. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамын. Бұл кезде видеоға дұрыс түспей қалыпты. Толтырып құйып шығасыздар. Кейіннен қақпағын жаппас алдын мен алдыңғы видеоларында да көрсетіп жүрмін. Міндетті түрде осындай 9% уксуспен мен қақпақтарды бір-бір шайып аламын. Ол банканың атылмауына бірден-бір септігін тигізетін нәрсе. Осылай тек бір рет шайып аласыздар. Артылған уксусты төгіп тастаймыз. Енді жақсылап бұрап, бір келкі етіп, банкамызды жауып аламыз. Банканы жауып болғаннан кейін ішіндегі аспиринін, тұзын, қантын жақсылап еріту үшін осылай қозғап айналдырғандарыңыз дұрыс. Ол дұрыс ерімей қалса, банкаларыңыздың атылып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай барлығын бір айналдырып шыққандарыңыз дұрыс. Бір жағынан қақпақтың да дұрыс жабылғанын тексеріп аласыздар. Енді барлығын осылай төңкеріп, жылы көрпемен немесе одеялмен орап, бір күнге қалдырамыз. Мінекей қыздар, біздің қиярларымыз осымен дайын. Ары қарай банка сақтайтын жерде сақтай берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, қиярларыңыз иншалла атылмайды, суда ешқандай бұлыңғырланбайды, өте жақсы сақталады. Қыстың күні рахаттанып отырып, ыстық тағамдармен немесе шаймен жейтін боласыздар. Ас болсын.